Халыққа көрсетілетін кез келген қызмет электронды жүйеге көшірілмек. Елбасы жолдауынан туындаған маңызды міндеттерді дөңгелек үстел басында талқылаған мамандар цифрлық жүйенің тиімді тетіктерін сөз етті. Білім, денсаулық, халыққа қызмет көрсету салаларына цифрлық жүйенің енгізілгеніне көп уақыт бола қойған жоқ. Дегенмен бұл қадам алғашқы нәтижелерінде көрсете бастады. Мәселен, білім беру жүйесіндегі 66 талаптың 33-і цифрлық жүйеге сай болса, денсаулық саласындағы 42 қызметтің 36-сын электронды түрде іске асыруға мүмкіндік бар. Сол секілді халыққа қызмет көрсету саласының цифрлануда қоғам өміріне едәуір оң өзгеріс әкелді. Аталған мәселелер облыс бойынша мемлекеттік қызмет істері департаментінің ұйымдастыруымен өткен конференцияда кеңінен талқыланды. Қазіргі таңда Қызылорда облысында электронды қызмет түрі көрсетудің үлесі 33% құрап отыр. Яғни әрбір азамат қолындағы смартфон арқылы, планшет арқылы, немесе үйінде, жұмысында, немесе жолда келе жатқан компьютер арқылы, планшеттер арқылы кез келген өзі қалаған мемлекеттік қызмет түрін пайдалана алатын болады. Енді біздің қазіргі департаменттің басты мақсаттарының бірі осы жылдың аяғына дейін электронды қызмет түрін ұлғайту, мүмкіндігінше 50%-ға дейін жеткізу бойынша жұмыстар атқарып жатырмыз. Электронды қызметтің үлесін арттыру арқылы сыбайлас жемқорлықтың тәуекелдерінде азайтуға қол жеткізуге болады. Яғни мемлекеттік орган мен сол мемлекеттік қызметті тұтынушының арасындағы байланыстарды азайта отырып, жоя отырып, біз жаңа деңгейге көшуге мүмкіндік болатын болады. Президент атап көрсеткен 10 негізгі міндеттің түйіні цифрлық дәуірдің басталуы. Әлем елдері бет алған цифрлық технологиялар бізде айналып өтпейді. Сондықтан заманның жаңа шақыруларына лайықты жауап беру үшін сандық жүйені терең меңгеретін мамандар тәрбиелеуіміз қажет. Конференция барысында өңірдегі жоғары оқу орындарымен ынтымақтастық меморандумына қол қоюдың да түп негізі осында. Бұндағы ең басты мақсат мына қызмет көрсетуші саламен қызмет алушы тұрғындардың арасындағы байланысты шектеу болып табылады. Қызылорда мемлекеттік университетінің қызметкерлері мен студенттеріне арналған осы мемлекеттік қызметті алудың жан-жақты талаптарын, заңдылықтарын түсіндіру бағытында құқықтық сабақтар басталып жатыр. Және осы конференция жұмысы барысында бүгін осы жұмыстарды, бірлескен жұмыстарды әрі қарай жалғастыру мақсатында осы мына облыстық департамент пен қаламыздағы жоғары 3 оқу орнының арасында меморандумға қол қойылды. Бұл деген сөз алдағы уақытта осы мемлекеттік қызметті электронды форматқа көшіру, халықтың сауатты түрде өзінің мемлекеттік қызметін алу мәселелерін түсіндіру бағытын жасалған жұмыс деп ойлаймыз. Мемлекеттік басқару, өндіріс, экономика, агроөнеркәсіп, әлеуметтік салаларда цифрлық технологияның басымдыққа ие болуы жемқорлықты жоюдың да басты құралына айналмақ. Сонымен бірге электронды үкімет пен мемлекеттік басқарудың цифрлануы билік тарапынан қабылданған шешімдер мен жұмыстың ашықтығын қамтамасыз етіп, оған өз кезегінде халықтың да үлес қоса алатынын білдіреді. Міне цифрлық дәуірдің басты артықшылықтары осы. Асқар Тәжиев, Нұржан Мұзарапшин, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.